Бала үздік оқу үшін қандай дәрумен беру керек? Сәлем достар, сіздермен бірге Тән саулығы арнасы каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Баланың сабаққа ынтасы мен ақпарат қабылдауы, есте сақтауы жоғары болу үшін мына төмендегідей дәрумендерді беру қажет. Балам үздік болсын десеңіз, осы дәрумендерді беріңіз. Д дәрумені иммунитеттің 3 бағаны бар. Сол бағанның біреуі ол Д дәрумені. Яғни балаңыз Д дәруменін қабылдамаса, онда иммунитеті болмайды. Ал иммунитеті жоқ бала ауыра береді. Ал жиі ауыратын баланың үздік оқуға шамасы болмауы мүмкін. Йод бойдың өсуі мен ақыл-ой қабілетін арттырады. Йод сіздің балаңыздың өсуі мен психикалық дамуының құпия ингредиенті. Ол қалқанша бездің гормондарын өндіруге көмектеседі және жүйке жүйесінің қалыпты болуына жауап береді. Ал толық дамыған жүйке жүйесі ақыл-ой мен эмоционалды өсуді де білдіреді. Қазақстан эндемиялық зонаға жататындықтан йод минералын қосымша қабылдаған жөн. Магний төзімділік пен денсаулықты арттырады. Магний мектеп оқушылары үшін өте маңызды, өйткені ол стресске төзімділікті арттыруға көмектеседі. Оқушының тіпті стресс уақытында да олардың жүйелерінің біркелкі жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Өмірлік маңызы бар В12 дәрумені қанды, миды және ұйқыны сапалы жұмыс жасауына көмектеседі. Баланың бойының өсуі мен сапалы өмір сүруі үшін маңызды эритроциттердің қалыптасуы мен ДНК синтезіндегі негізгі дәрумен. Сонымен қатар бұл денедегі байланыс сымдары сияқты жүйке талшықтарын тамақтандырады. В12 мелатониннің өндірілуіне ықпал ететін тыныш ұйқы үшін табиғи көмекші және ұйқының бұзылуымен күреседі. Жақсы демалған бала үздік оқушы. Темір бұл минерал жасушалық функция мен жалпы иммунитет үшін маңызды болып табылатын оттегіні тасымалдайтын эритроцит жасушаларының өндірілуін арттырады. Ол сондай-ақ иммундық жасушаларды құруды және өсіп келе жатқан тіндерге көмектесуде маңызды рөл атқарады. Темір тапшылығы өсудің тежелуіне, мектептегі үлгерімнің нашарлауына және инфекцияларға сезімталдықтың артылуына әкелуі мүмкін.